көрермендері және қонақтары, орыс тіліндегі сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағым менің өзімнің жаңағы оқушымның өтініші бойынша из деген предлогтар туралы болады. Сонымен из деген предлогтар қандай да бір нүктеден екінші нүктеге қарай жылжу, шығу деген мағынаны береді, қарапайым тілмен айтсақ. Бірақ біз ны қандай сөздермен қолданамыз, изді қандай сөздермен қолданамыз, соны еске сақтауымыз керек. Мысал үшін, из дегенді біз көбінесе қандай да бір тұйық кеңістіктен шыққанда қолданамыз. Қандай да бір тұйық кеңістік дегеніміз үй, офис, кафе, ресторан. Мысал үшін, я вышла из офиса. Я вышла из офиса. Мы вышли из ресторана. Тұйық, қандай да бір тұйық кеңістік. Ал егер де ол қандай да бір тұйық кеңістік жоқ, ашық алаңқай сияқты жер болса, онда с деген предлогты қолданамыз. Мысалы үшін, с площадки. С площадки, ашық алаңнан, алаңнан немесе с игровой площадки, ойын алаңынан. Жаңағы с севера, солтүстіктен, с юга, оңтүстіктен, кең, ешқандай жаңағы тұйықталған кеңістік жоқ. Осындай жағдайларда қолданамыз. Негізгі қолданылу жаңағы шарттары. Енді қашан с юга деп сты қоямыз, қашан изді қоямыз. Егер де мен бір жаққа бара жатырмын деген сөзде біз в-ны қолдансақ, например, я иду в школу. Мен жаңағы мектепке бара жатырмын. Я работаю в офисе. Мен офисте жұмыс істеймін. Я пошла в магазин. В магазин. Егер де в деген предлогты айтсақ, онда оның қарама қарсысы из болады. Мысалы үшін, мен магазинге бара жатырмын, я иду в магазин болса, енді керісінше магазиннен келе жатырмын деген, я иду из магазина болады. Біз мектепке бара жатырмыз, мы идем в школу, ал егер біз мектептен келе жатсақ, мы идем из школы болады. Өйткені в-ны айтқанда біз изді айтамыз. В мен из екеуі дос. В болғанда бір жаққа баруға біз в-ны қолдансақ, сол жерден шыққанда біз изді қолданамыз. Сол сияқты, егер де бір жаққа барғанда на-ны айтсақ, онда сол жерден қайтқанда с-ны айтамыз. Мысалы үшін, мы играем на площадке. Біз площадкеде, алаңда ойнап жүрміз. Ал егер сол алаңнан қайтып бара жатсақ, онда мы идем с площадки болады. С площадки, из площадки емес, өйткені жаңа біз на дегенді айттық. Немесе, я вышла на улицу. Мен көшеге шықтым. Я вышла на улицу. Я нахожусь на улице. Жарайды, осы жетеді. Енді көшеге бардық біз, яғни. Енді көшеден қайтатын болсақ, я иду с улицы болады. С улицы. Из улицы емес, с улицы. Осылай түсінікті. Я, например, с юга. Мен оңтүстіктемін. Я с севера. Мен солтүстіктемін. Потому что на юге, на севере, на востоке, на западе деп на дегенді қолданамыз. Я живу в Атырау. Я приехала из Атырау болады. Өйткені біз в деп айттық. Осы арасы түсінікті деп ойлаймын. Егер де в деген предлогты қолдансақ, бір жерде отырғанда, бір жерге бара жатқанда, сол жерден келе жатырмын деген мағынада изді қолданамыз. Ал бір жерде отырғанда, бір жерге бара жатқанда біз на деген предлогты қолдансақ, онда сол жерден келе жатқанда, сол жерден бері қарай шыққанда біз с деген предлогты қолданамыз. Осы жерде түсінікті деп ойлаймын енді. Енді от деген предлог бар. От деген ол да андай абстрактный нәрселерді білдіреді. Мысалы үшін, абстрактный болғанда енді қатты бір мынандай тұйық кеңістік жоқ ода. Мысалы үшін, привет передай родителям от меня. Ата-анаңа менен сәлем айт деген сөз. Менен, от меня привет передай. Кейде мынандай жағдай бар. Например, мы гуляем в парке дейді.
жаңағы парк деген ашық алаң. Неге ол на парке емес? Ол в парке. Келесі из меня деп айтуға бола ма? Мысалы үшін из меня деп айтуға болады егер мынандай жағдайларда, мысалы үшін қандай да бір адамға операция жасап, сізден бірдеңені алып шықса, например, асқазаныңыздан тас алып шықты, немесе өткенде бір жаңалықта болды, бір кішкентай қыздың асқазанынан соншама бір, не знаю, білмеймін, грамм ба әлде килограмм ба шаш алып шыққан, құдай сақтасын, енді хорошо аман қалды. Сонда из нее извлекли, допустим, там килограмм чего там, волос, құдай сақтасын, 1 килограмм шаш адамның ішінде болған. Енді неше түрлі жағдайлар болады. Сол операция жасап, адамның денесінен бірдемені алып шыққанда, например, из его желудка извлекли камушки, да, тас алып шықты, шаш алып шықты. Сондай кезде из деп айтуға болады, өйткені физически мына адамның денесінің ішінен бір нәрсені алып шыққанда из деп айтамыз. А так, привет от меня, подарок от меня деп от деген сөзді қолданамыз. Сонымен бүгінгі жаңағы с, из, от деген предлогтарға байланысты қысқаша ақпараттық сабақ осындай. Әдеттегідей сөйлем жазыңыз, егер де ұқпай жатсаңыз бұл сабақты пікір қалдырыңыз. Сосын ұнап жатса лайк басамыз, және міндетті түрде келесі сабақтарды өткізіп алмас үшін, дер кезінде хабар алу үшін каналға жазылсаңыздар, сіздерге мен қуана риза болар едім. Сонымен келесі кездескенше аман сау болыңыздар.